20 ғасырдың аласапыран кезеңінде ғұмыр кешіп, өмірін елге қызмет етуге арнаған ұстаз, жауынгер Азамат Тұрсынбай Туғанбайұлының тағдыр жолын баяндайды. Фильмде Шыңбұлақ ауылында дүниеге келген қарапайым баланың білімге ұмтылысы, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы ерлігі, бейбіт өмірде ұстаздық жолды таңдап, тұтас бір ұрпақтың тәрбиесіне сіңірген еңбегі кеңінен суреттеледі. Сонымен қатар, өмірлік серігі Гүлбан ананың парасатты бейнесі, қос ұстаздың бір шаңырақта елге қызмет етуі туындының рухани өзегіне айналады. Әке-шешеміз Тұрсынбай мен Гүлбан біз үшін өте қадірлі жандар. Олардың берген тәрбиесін зор мақтаныш тұтамыз. Бұл фильм соғыс пен бейбітшілікті, ерлік пен еңбекті, ұстаздық пен адамгершілікті бір арнаға тоғыстырған тағдырлы ғұмыр туралы тағылымды шежіре. Әкеміз де, анамыз да ұстаз болған адамдар. Адал жол, арлы ғұмыр. Бір адамның ғана емес, тұтас бір дәуірдің, бір ұрпақтың өнегелі өмір салтын айшықтайтын деректі туынды. Таңғы Шыңбұлақ, тау етегіндегі шағын ауылды мамыржай тыныштық баураған. Бұлақ сылдыры уақыттың тынысы секілді, жусан иісі, өткеннің елесі. Осы бір қарапайым мекенде 20 ғасырдың басында тағдырын елге қызмет етуге арнаған бір азамат дүниеге келді. Оның өмір жолы ұстаздық пен ерліктің, адалдық пен ардың жолы еді. Біздің әкеміз Туғанбайұлы Тұрсынбай 1918 жылы Талдықорған облысы Қапал ауданы Шыңбұлақ ауылында қарапайым отбасында дүниеге келді. Атамыз Туғанбай руы Найман, әжеміз екеуінен тарағаны 5 ұл 1 қыз. Бұл атамыздан тараған 5 баласы Ұлы Отан соғысына қатысқан азаматтар. Үлкен ұлы Қанабек, Нүсіпбек, Әжібек, Тұрсынбай, Тұрсынкәрім, жалғыз қыздары Сарбижамал. 1918 жылдың 25 сәуірі Талдықорған облысы Қапал ауданы Шыңбұлақ ауылы қарапайым отбасында Туғанбаев Тұрсынбай Туғанбайұлы дүниеге келді. Ол 5 ұл 1 қыздан құралған әулеттің 4-ші перзенті. Үлкендері Қанабек, Нүсіпбек, Әжібек, өзі Тұрсынбай, кенже інісі Тұрсынкәрім. Жалғыз қарындастары Сарбижамал. Бұл әулетте тәртіп те бар, тәлім де бар еді. Сөз қадірін білген, еңбек пен білімді қатар қойған отбасы. Әкеміз Тұрсынбай ол кісі 1918 жылы Қапал ауданында Шыңбұлақ ауылына дүниеге келген. Сол жерден өсіп онып, содан Тастыбұлақ ауылында кейін ауысып, содан енді бұл кісінің руы әкеміздің Найман, Матай, Қаптағай, Көлдей. Бұл кісілердің несі сол Қапал ауданының арасында болған, сондай мына Көшкентал деген жерде ата-бабаларының бәрі нелері қойылған, зираттары бәрі сол жерде енді бұл кісілердің. Ол кісінің ана әжеміз Жақия, әжеміз де сол, енді Туғанбай атамыз біз көре алмадық, енді бұл Жақия әжемізді көрдік, кейін сол Абай ауылында тұрды кейінгіде. Кішкентай күнімізде сол жаққа барып, ол кісілерді көріп тұратынбыз. Тұрсынбай Туғанбай 1918 жылы Шыңбұлақ ауылында туып, сол жерде ержетіп. Тұрсынбай жастайынан білімге ұмтылды. Қапал педагогикалық училищесінде оқып, 1939 жылы оны абыроймен тәмамдады. Сол жылы жолдамамен Алматы облысы Нарынқол ауданына аттанып, ұстаздық жолын бастады. Қапал селосында Қапал педагогикалық училищесіне оқуға түсіп, сол жерде мұғалімдік мамандығын алып, содан кейін жолдамамен Нарынқол ауданына барып, сол жақта
қызмет алғашқы қызметін бастаған. Ол кісі істеген мектепте алдынан көптеген балалар тәрбиеленіп шықты. Солардың ішінде Бердібек Соқпақбаев та сол кісінің алдынан өткен. Бердібек Соқпақбаев. Белгілі балалар жазушысы Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 13 қазанда Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Осы жерде мектеп бітірген. Ол 14-15 жасынан бастап өлең жазған. Бердібек Соқпақбаев балаларға арналған пьеса, көптеген әңгіме, бірнеше кино сценарий жазды. Бұлақ атты өлеңі 1950 жылы Пионер журналында жарияланды. Жазушының бақыт жолы, алыстағы ауылда, балалық шаққа саяхат, дала жұлдызы, Аяжан, жолда, менің атым Қожа, өлгендер қайтып келмейді, қайдасың Гаухар және тағы басқа шығармалары бар. Қазақ бұл кісінің мамандығы қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі. Сол Бердібек Соқпақбаевқа өзінің ақылын қалай жазу, қалай ойын жинақтау туралы өзінің ақылын айтып, түсіндіріп, өзі қазақ тіліне баулыған. Ал енді әкемізге келсек, өз мамандығын үлкен талап қоюмен меңгерген жан. Содан болар кейбір шәкірттері өздерін өте биіктен көрсете білді. Соның ішінде Бердібек Соқпақбаев танымалы менің атым Қожасымен. Егеубеков Ақылбек, Бейсенбекова Нұрсақан, деңгейі жоғары абыройлы университеттердің профессор атағына ие болған жандар. Алайда бейбіт еңбекті соғыс өрті үзіп кетті. Бір 1939 жылы Тұрсынбай Совет армиясы қатарына шақырылды. Бұл кісі осы жерден 1939 жылы Совет армиясы қатарына шақырылып, қызмет етуге Совет армиясының құрамына сол Нарынқол ауданына кеткен. Сол барғаннан кейін бұл кісі негізінен әскерде мына әуе ұшақтарының механик болып қызмет еткен. 41-ден 1945 жылға дейін. Армияда қызмет етіп жүргенде соғыс басталар алдында мемлекет басшылары бас қосып әңгімелесіп болашақ жайында келісім шартқа отырғанда сол кездегі мемлекеттің басшысы, қолбасшысы Иосиф Виссарионович Сталинді сопровождать етіп Англияға барған. Осы сапарында бұл кісі сол кісілермен бірге барып, жаңағы борт механик болып барып, самолетінің сонда қызмет еткен. Жауапты жаңағы әуе кемесінің ұшағының дұрыс жұмыс жасауына өзінің үлесін қосқан
механика. Ұлы Отан соғысы басталғанда ол Брест қамалын қорғағандардың қатарында болды. Бұл тарихи ең ауыр шайқастардың бірі еді. Сол Брест қамалынан бастаған ғой бұл кісі. Белоруссия майданына да болды. Содан кейінгі өмірі сол 1-2 жылдан кейін сол соғыс басталады. Сол соғысты бұл кісі алғашқы мына Брест маңында болып, сол жерде немістермен қарсы соғысып, 2 жыл бұрын әскер қатарына алынып, содан ары қарай 41 жылы соғысқа аттанған. Әңгімелесіп отырғанымызда айтатын. Хан майданнан аман есен келіп, сендердей бала шағам бар болғанына шүкіршілік етем дейтін. 1944 жылға дейін Беларусь майданында шайқасты. 1944 жылы қолынан ауыр жараланып госпитальға түсті. Өмір мен өлімнің арасында жатқан сол күндер оның тағдырын ғана емес, мінезін де шыңдады. Өмірі ол кісінің сол Беларусь майданында болады. Содан армиямен бірге шегініп, кейін 44 жылға дейін соғыста болып, 44 жылы қолынан жарақат алып, госпитальде жатып шыққаннан кейін қайтадан өзінің есін алып 1945 жылы ол аман есен туған жерге, ауылына оралды. 45 жылы соғыс аяқталған соң өзінің ауылы, туған ауылы Шымбұлаққа келеді. Шымбұлаққа келіп, қызметін қайта жалғастырады. Тұрсынбай Туғанбайұлы ел жадында ерлігімен де, еңбегімен де сақталған ардақты азамат. Ұлы Отан соғысының отты жылдарында ол майданда ерлік көрсетіп, 2-ші дәрежелі Ұлы Отан соғыс орденімен, Отан қорғау соғысының даңқ орденімен және бірнеше медальдармен марапатталды. Сол жердегі мектепте істеп жүргенде, сол мектепке Әкімбекова Гүлбән деген жас маман бастауыш класста сабақ беруге келеді. Мен сол жерде танысып, ол кісімен екеуі қосылып, отбасы шаңырақ көтеріп, қызметтерін береді. Мені 1 жылдан соң үлкен ұлы Туғанбай Марат өмірге келеді. Одан кейін бұл кісілердің жалпы енді 10-нан астам баласы болған. Екеуі де сол 54-55 жылдары сол Тасбұлаққа келіп, мұғалім болып істейді. Тасбұлақта 1-2 жылдан кейін жаңағы мектептің директоры болады. Тасбұлақта жетіжылдық мектеп болатын ол кезде. Сол жетіжылдық мектептің директоры болады. Менің кіші нағашы атам Туғанбаев Тұрсынбай, апамыз Әкімбекова Гүлбәну өте кеңпейіл адамдар болған. Ол кісілер сол Тасбұлақ ауылында 7 класс мектепте атам директор болып, апам Гүлбәну сол мектепте мұғалім болып, ұстаздық міндеттерін абыроймен атқарған жандар. Үйлеріне талай туыстар, жекжаттар, Ақтасты, Ақтұма ауылынан келіп оқыған балалар үйлеріне тұрғызып оқытқан.
деп айтатын сол кездегі тұрған оқушылары. Мен білетінім әкеміздің қайырымдылығы. Біздің үйде туысқандарының небір жағдайларымен көмекке мұқтаж шақтарында соларды аяп, семьямызбен бірге тұрғызып, қорғай білді. Қайша, Руқия деген апаларымыз болды. Айтқанша Арысқайша тәтелеріміз. Қала берсе кейбір колхоздың малында қызметте жүрген жекжат жұратымыздың балалары. Соның ішінде Әлғазы ағамыздың баласы Мырзатай еді. Мен сол әке шешемізді ойымда сақтап, өте жақсы көремін. Атамдардың үйінен қонақ үзілмейтін соғыс ардагерлері, мұғалімдер коллективтары, өзінің араласатын жаңағы соғысқа қатысқан Жапаров Қожақан, Қожахметов Кәкімбай, Бодаубаев Әлғазы, Әділбек Қорабай аға, Шаужанов Балатұрсын аға, Иманалин Мырзабек ағай, Андаспай аталармен жақсы араласатын. Тұрсынбай атамыз қазақ СССР-на еңбегі сіңген ұстаз, Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер. Ал одан ары қарай 1966 жылға дейін ол мектеп жұмыс істеді. Сол мектепте мен 1958-59 жылдары мен сол мектепте оқыдым. 5-ші, 6-ші, 7-ші кластарда ол кісі бізге қазақ тілінен сабақ берді. Және жолдасы Әкімбекова Гүлбан биология сабағынан сабақ берді. Әсіресе әлі есімнен кетпейді, жаңағы Гүлбан тәтей бізді қалай үй маңында қандай өсімдіктер өсіруге болады, қандай өнім алуға болады олардан, сол жөнінде жаңағы қияр, капуста және басқа өнімдерді қалай өсіруге болады жөнінен айтып, мектептің алдындағы оқу жаңағы тәжірибе участогінде жұмыс істетіп, соны көрсетіп, оқумен бірге еңбекке баулаған кісі әлі күнге менің есімде сақтанады, көз алдына елестеп тұрады ол кісінің сондағы сөйлеген сөзі. Өкінішке қарай, соғыс даласына аттанған Туғанбай атамыздың 5 баласының бірі Нүсіпбек майданда ерлікпен қаза табады. Кейін анықтау топтары арқылы 2 немересі Ресейге барып, жерленген жерін анықтап, басына жазба мен суретін қойып келді. Тұрсынбай атамның Туғанбай бабамыз бен Жақия апамыздың 6 ер баласының ішінде 5-еуі Ұлы Отан соғысына қатысқан. Қанабек атамыз, Әжібек атамыз, Тұрсынбай атамыз, Тұрсынкәрім аталарымыз соғыстан аман есен оралған. Менің нағашы атам Нүсіпбек Смоленск түбіндегі шайқаста із-түзсіз жоқ деген қара қағаз келген. 2018 жылы бөлеміз Анар интернет арқылы «Память народа» деген сілтемеден тапты. Смоленск облысында Духовщина ауданы Рипчево деревнясында Жуковский высота деген төбені басып алу үшін қиын кесті шайқаста 150-200 мыңдай кеңес жауынгерлері қаза тапқан. Сол жердің тұрғындарының айтуынша, сол маңайда аққан өзен, Царевич өзені суы бір апта қып-қызыл қан болып аққан көрінеді. Ауыл ақсақалдары ол өзеннен ұстаған балықты осы күнге дейін жемейді екен дейді. Сонда барып келген Қайрат жездеміз бен Клара әпкеміз. Ол кісілер барып сол жерге Смоленск
барып, басына белгі қойып, жаназасын шығарып қайтты. Туғанбай бабамыздың ұрпақтары бірігіп 2018 жылы жазда Қоңыр ауылының мешітінде Құран хатым түсіріп, үлкен ас бергенбіз. Анам Рысқайша Нүсіпбек қызы ылғи да әкесі есіне түскенде, әкемнің не жаназасы, не асы берілмеді деп жылап алушы еді марқұм. Біз осы бір үйден шыққан 5 батыр аталарымызбен ұрпақтары мақтан тұтамыз. Кейінгі бейбіт өмірде де халқына адал қызмет етіп, ұстаздық жолдағы табанды еңбегі үшін қазақ КСРО-сына еңбегі сіңген ұстаз атағына ие болды. Алайда оның өзі үшін ең биік марапат туған еліне қалтқысыз қызмет ету еді. 1945 жылы Тұрсынбай әкеміз өмірлік серігі Гүлбан анамызбен шаңырақ көтерді. Арғын руынан шыққан әкесі Сәбит болған. Енді анамыздың шешесі жайлы сөз қозғасақ, Қапипа апамыздың руы орманшы еді. Күйеуі Шаймолла ат арбаменен Мекке Мәдинаға барып, қиын қыстау жолдарды басынан өткеріп келіп, Шаймолла Хазрет деген атаққа ие болған. Үйіне аман есен жеткен. Сондай бір алғыр, момын, жан-жағындағы адамдарға мейіріммен, қайырыммен қарайтын сондай жандар еді. Гүлбан анамыз Қапал өңірінде Иманберді атаның қолында тәрбиеленіп, сол қасиетті мекенде әкемізбен тағдыр тоғыстырды. Қапал олардың махаббаты мен бірлігінің берекелі ғұмырының куәсі болды. Бұл отбасында өмірге келген ұлы қыздар Марат, Гүлнар, Гүлдана, Шора, Сайра, Жанар және кенжесі Ғабиден ата-ананың тәлім тәрбиесін бойына сіңіріп өсті. Өкінішке қарай, кенже ұл Ғабиден 2025 жылы дүниеден озды. Дегенмен Тұрсынбай Туғанбайұлы мен Гүлбан анамыздың өнегелі өмірі, едіге сіңірген еңбегі мен адамгершілік мұрасы ұрпақ жадында мәңгі сақталып, кейінгі буынға шамшырақ болып қала бермек. Ол кісі Тұрсынбай мұғалім болып, завуч болып, сол жерде бізді оқытты. Кейін келе еткеннен кейін пенсияға шықты. Одан сол жерде өмір сүріп қалды, білетінім. Енді ол кісі енді мықты адам болатын, енді сол сабақ жағынан да, тәртіп жағынан да, бәр жағынан. Біз бала кезіміз ол кезде. Мен Үмбетбаева Шолпан Мақажанқызы 1963 жылы Қазақтың мемлекеттік университетіне математика факультетіне түсіп, 68 жылы бітіріп, содан 70 жылы Қоңыр мектебіне келіп, Қоңырға келін болып келдім. Өпі баласы Науқанбайдың жаңағы жары болып, сол Қоңырға келдім. Сол жерде жаңағы үйлендік екеміз Қоңырда. Аллаға шүкір, жақсы өмір сүрдік. Мен де, ол кісі де өте керемет адамдар едік. Ешкімге жамандығымыз жоқ. Науқанбай тіпті айтары жоқ, ешқандай бір кемшілігі болмайтын ол кісінің. 9 немерелі, 5 шөберелі болдық. Аллаға шүкір. Содан бастап жаңа коллективке барлық мұғалімдермен танысып, жақсы қарым-қатынаста болдық. Соның ішінде менің айтайын дегенім, мына жаңағы аса қадірлі ұстаз ақылшы ағамыз Тұрсынбаев Туғанбаев ағай туралы жүрек жарды бір ыстық ықыласымды білдіргім келеді. Ол кісі ағай жоғары білімді болды, аса парасатты, кемшілігі ешқандай жоқ жан еді. Шәкірттерге деген қамқорлығы, ұстаздарға деген адами қарым-қатынастары әркімге де үлгі боларлықтай деңгейде еді. Тұрсынбай ағай мектептің бастауыш класс оқу жөніндегі жаңағы меңгерушісі болды. Содан кейін алғашқы партиумның секретары, хатшысы болды. Сол кезде Ильич атындағы мектепте алғашқы партияға өтіп жатқан елдің бәрі.
мені ол кісі үгіттеп, сіз осынша жақсы жұмыстар атқарасыз, мектептің отынан кіріп күрінен шығасыз, сізді де партияға өткізсем деген ниетім болып тұр, қалай қарайсыз деді. Ой аға, маған қиын қой, балаларым бар, кішкентай деп сіздеп едім. Ой деп қолым бірақ сілтеді, ондайдың бәрін алып таста, мен сізді өзім дайындап өзім өткіземін деп, мені сол Қапалға, ол кезде Қапал біздің ауданымыз жаңағы партияға өткізген, бастауыш партияға өткізген сол кісі еді. Ол кезде алғашқы бастауыш партияның хатшысы болды ол кісі. Ол кісі кеткеннен кейін сол мектепте бәрібір сен менің орныма сол бастауыш партияның басқарып қаласың деп, содан кейін мен сол бастауыш партияның жаңа хатшысы болдым, сол Ильич атындағы орта мектепте. Ол кісінің айта берсек өте керемет адам еді. Әкемдей, досымдай, ол кісіменен құрдасымдай жақсы әңгімелесуші едім. Екеуміз кәдімгі бір бұрыннан жолдас болып келе жатқан адам сияқты. Ол кісі менің әкем сияқты ғой енді. Өзі көрші тұрдық, жаңағы қой қосамыз таңертең. Сол кезде ол кісі, иә, қалың қалай қызым, аман есенсің бе? Өте бір қалжыңбас кісі еді. Жақсы әңгімелесіп, жақсы тұрдық, үйінде жаңағы қонақта болдық, біздің үйде болды. Содан кейін Гүлбан тәтеменен сол жылдары таныстық. Гүлбан тәте де өте керемет адам еді. Ол кісінің ешқандай артық мінезі жоқ, салмақты, начальник класста сабақ берді ол кісі де. Ал мына кісі начальник класының меңгерушісі болды, соны мен айтатынмын. Иә, ана жолдасыңызды үйге жатқызып қоясыз да, өзіңіз бастық болғаннан кейін жүресіз ғой десем, жоқ, ол мені тыңдамайды, бір минутта сабағынан қалмайды дейтін. Ол кісі де өте керемет адам еді, Гүлбан тәте де. Неше бала тәрбиеледі, балаларын оқыттым мен. Қанша баласына білім бердім, математикадан сабақ бердім, өте жақсы балалар еді. Барлығы енді алтын ұядан шыққан ғой, өте тәрбиелі отбасынан шыққан балалардың бәрі сол қазір жан жақта өздерінің қойған алға қойған мақсаттарына жетіп, армандарына жетіп, өздері жұмыс жасап өмір сүріп жатады. Мына біз жаңағы коллектив өмірі бір қаладан суретші келеді бізге, суретке түсіңіздер деп. Бәріміз кәдімгі содан енді қалмай түсеміз ғой. Мына суретінде мысалы, мына суретінде бүкіл коллективпен бірге Тұрсынбай ағайымыз отыр. Кәдімгі үлкен ақшашты ағамыз, жаңағы Кәкімбай ағамыз ол кезде директор. Соныменен осы кісінің жаңағы коллективпен бірге түскен суреті мынау. Одан кейін біз жаңағы Жангелді аға не болды ғой, бастық болды. Бастық болғанда Қарлыға тәте бізде географиядан сабақ берді мектепте. Ал сол кезде Тұрсынбай ағай жаңағы өзінің бастауыш класс меңгерушісі болып жұмыс жасап, осы сонда түскен суретіміз мынау, өте керемет болып түскен біз. Одан кейін айта берсек, ол кісі көп жаңағы мына Сайлау аға Әбділдин деген болды ғой бізде. Әрі әнші, әрі жаңағы композитор Сайлау Әбділдин деген адамменен де бірге түскен суреттеріміз бар. Ол суреттерді айта берсек сан жетпейді, өте көп. Тұрсынбай ағаймен түсіп, ол кісіні кейін көрген бізге бір ғанибет болатын. Жақсы көретінбіз ол кісіні. Ол кісі ақыл айтып, жаңағы өзінің өмірлерін айтып, осындай жақсы болсаң өмірде жаман болмайсың, ешқандай жаман сөз айтушы болма, артық сөз сөйлеме деп маған айтып қояды. Ой, аға, мен олсызды артық сөз сөйлемеймін, бізде тәрбие ондай емес қой деп сөйдеймін. Оған мәз болады ол кісі. Жұмысына адал, парасатты, мейірімді ағамыз еді. Айта берсек, ол кісіге жарасатын мінездері көп еді. Екі иығын селкілдетіп тұрып, шын ықыласымен күлген кезде күлкісі, сол кісінің әлі сол күлгені менің есімде. Деректі фильмге арқау болған азамат ғұмыры елге қызмет етудің, білім мен тәрбиеге, адалдықтың жарқын үлгісі болды. 1945-1955 жылдары ол Қапал ауылының Ворошилов атындағы 7 жылдық мектебін басқарып, соғыстан кейінгі ауыр кезеңде білім ордасының еңсесін тіктеуге бар күш-жігерін арнады. Сол жылдары мектеп тек оқу орны емес, ауылдың рухани тірегіне айналды. 1956 жылы Тұрсынбай Туғанбайұлы Тастыбұлақ ауыл мектебінде директор болып ауысып, 1967 жылға дейін осы білім ошағында әрі басшы, әрі ұстаз ретінде тынымсыз еңбек етті. Оның қолтаңбасы тиген шәкірттері өмір жолынан өз орындарын тауып, елге қызмет еткен азаматтар болып қалыптасты.
Мен Есмагулова Гүлнар Қожаұлы қызы, қазір фамилиям Тойлыбаева. 1974 жылдан 1984 жылдар аралығында Қоңыр ауылындағы Ильич атындағы орта мектепте білім алғанмын. Сол мектептің түлегі ретінде мен енді жақсы оқыдым мектепте, ол ұстаздарымның арқасы. Өте үздік оқыған ол кісілердің берген қажырлы еңбегі үшін мың алғыс. Әрбір ұстазымыз біз үшін қадірлі. Ол кісілердің бізге сіңірген еңбегін ақтаймыз деп біз білім алдық. Сол білім алып жүргенде бізге сабақ берген Ұлы Отан соғысының ардагері Туғанбаев Тұрсынбай ағамыз болған. Ол кісі қазақ тілі әдебиетінен сабақ берді. Біздің қазіргі қазақ тіліндегі жақсы сөйлеуіміз, таза сөйлеуіміз және де қазақ тіліне, өзіміздің ана тілімізге деген махаббатымыздың шексіз болуы, осы тілімізге деген құрметтеуіміз және жетік меңгеруіміз, біздің әдебиетімізді білуіміз, осының барлығы сол біздің ұстазымыздың арқасында. Тұрсынбай ағай өзі Ұлы Отан соғысының ардагері болғаннан кейін біз ол кісіге бір үлкен құрметпен қарайтынбыз. Қазақ тілде мынау бүткіл грамматикасын дұрыс жаза білудің және де әдебиеттегі барлық біздің ақын жазушыларымыздың барлық поэмаларын, прозаларын, романдарды талқылауда, мазмұнын жазуда, шығарма жазуда бізге негізін қалаған ағайымыз. Ол кісіге мың алғыс, жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын. Сол сабақтың арасында есімде қалатыны, Тұрсынбай ағайдан біз соғыс туралы сұрайтынбыз. Сонда ол кісі осы Ұлы Отан соғысында күнделікті бір күнде соғысып жатпаймыз, арасында үзіліс кездер болады, сондай бір соғыс тоқтап тұратын кездер болады. Онда кезде мынау күнделікті борап соғыс болып жатқан жоқ, күнде борап оқ атып жатқан жоқ. Сондай кездерде өзіміздің демалып аламыз, бірақ қатты қиындықтар көрдік. Айтатын бір сұмдық бір ертегі сияқты болатын бізге. Сондай бір қиындықтарды көргенде, суықта, боранда, аязда, сондай бір қиындықтарда осы жеңістің оңай келмегенін айтатын еді өзінің әңгімесінің арасында. Кей кездер осындай бораған оқтың ортасында боламыз, соғыс сондай бір кезеңдерді өткергенбіз деп. Сол әдебиетпенен қазақ тілі сабағының арасында біз осы тарихтан да осындай Ұлы Отан соғысындағы болған жағдайларды да ағайдан сұрап отыратынбыз. Біз ол кісіге құрметпен қарайтынбыз, себебі ол кісі Ұлы Отан соғысының ардагері деп, ол кісінің әрбір айтқан сөзін мұқият тыңдап, осы кісінің берген тапсырмаларын мұқият орындап, енді өзім жақсы оқылғаннан кейін ол кісіден ешқашан да бір ескерту алып көрмеппін. Бірақ енді ағайға деген құрметіміз біздің ерекше. Қоңыр орта мектебінде 1974 жылдар 1984 жылдар аралығында оқыдым. Сол мектепте әр пән мұғалімдерінен білім алдық. Соның ішінде қазақ тілі әдебиеті мен қазақ тілі сабағын бізге Тұрсынбай ағай берді. Тұрсынбай ағайдың түсіндірген сабағын жақсы оқып, әр ережені, әр мәтінді жаттап алатынбыз. Сол сабаққа келгенде үй тапсырмасын айтып, әдебиеттен берген мәтінді, тақпақтарды жаттап, сабақ айтқанымызда соны мақтанып, шәкірттерге деген шынайы ерекше құрметін көрсетіп отыратын. Ағайдан көбіне ескерту еститін мен өз басым. Ол кісі маған диктант жазған сайын ұрсып отыратын. Ой, Қайырбекова, екі әріпті дұрыс жазбайсың, неге шатастырасың осы? Қате содан болып тұр деп. Соны ойлаймын, қанша алдым екен деп уайымдап отырасың ба? Сонда ың әріптердің аяғын өзі көк бастысымен, ручкамен түзетіп, диктантыма жақсы деген бағасын қойып отыратын. Ол кісіге деген құрметім мен ұшан теңіз ағайымызға, Тұрсынбай ағайдың атын құрметпен әрқашан еске аламын. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымда тұрады асыл бейнең. Гүлбан анамыз да осы ұлағатты жолдан шет қалған жоқ. Ол бастауыш сынып мұғалімі ретінде талай баланың алғашқы әріпін танытып, жүрегіне білім сәулесін жақты. Ерлі зайыпты ұстаздардың ортақ мақсаты жас ұрпақты адамгершілікке, еңбекке, отаншылдыққа тәрбиелеу еді. Өзімізді оқытқан бірнеше ұстаздармен бірге бізде ұстаз болдық.
өзімізге сабақ берген Әділбеков Қорабай аға, Әділбеков Құралсын аға, осы кісілермен бірге және біздің бастауыш сыныптың завучы болған Туғанбаев Тұрсынбай ағай, Қуанышбаева Ажар, мектепте оқып жүргенде өзімізге сынып жетекшісі болған Шаужанов Бала Тұрсын Итқылұлы, сол мен істеп жүрген кезде оқыс сол мектептің завучы болатын. Міне сол кісілердің жүрген жолдарынан, іздерінен көптеген үлгі өнеге алдық. Сол кісілер бізді өздері зейнетке шыққанша бізді тәрбиеледі, үйретті, бізді тексерді, әрқашанда ақылдарын айтып отыратын. Сол кісілердің арқасында осындай дәрежеге жеттік деп ойлаймын. Бастауыш сыныпқа сабақ беруді де қатар алып жүріп, жас ұрпақтың білім алуына бар күшін жұмсады. Ұстаздықты жүрек қалауымен таңдаған анамыз үшін әр бала аманат, әр сабақ жауапкершілік болатын. Осындай әділ әке мен парасатты ананың шаңырағында тәрбиеленген ұрпақ та елге сыйлы болып өсті. Ауыл адамдары ұстаз ретінде де өзінің адамгершілік қасиеті үшін де алдынан кесе көлденең өтпейтін. Біздің әріптестері Кәкімбай Қожахметов, Талапұшын Шаужанов, Мырзабек Иманалин, Шолпан Макажанова сияқты. Мырзабек аға жаңағы қазақ тілден сабақ беріп, өзі биші, өзі әнші, бізге үлгі көрсететін. Содан кейін Қорабай ағай болды. Қорабай аға домбыраны қатты тартып, ешқандай жаңағы жарыстарда қалмай отыратын оркестрімізде. Біз енді домбыра тартамыз ғой ол кезде. Ажар апай химиядан сабақ берді. Зылиха апай қазақ тілден сабақ берді. Кәкен Төлеубекова болды, Жантасова. Ол кісі қазақ тілде сабақ берді. Сол мектептің бірнеше жыл директор болып жұмыс жасады. Күлкен Естемесовна болды. Сағынбала Тынышбаева деген Мырзабек ағаның жолдасы болды. Ол кісі начальник класста сабақ берді. Енді Қарлыға тәтені айттық. Галина Норна ол кезде директоршы болып, Ешмұхамедова Галина Норна болды. Үлдек Малдыбайымна болды. Гүлжарфар Әбілмәжінна дегенде ұстаз болған ол жерде. Қорғасыбек Жұмахан физикадан берді. Күлкен Естемесовна орыс тілден берді. Үлдек Малдыбайымна начальник класстан берді. Гүлжан Малдыбайымна начальник класстан берді. Көбістер ол неден берді? Физкультурадан да берді, еңбектен де берді, физикадан да берді. Универсалиядан болған. Дәкен Төлеубекова болды. Историядан берді Дәкен Төлеубекова. Гүлшара Сәулебекова болды. Ол кісі историядан берді. Сосын кейін Пәуен болды. Пәуен енді трудтан сабақ берді ау деймін. Бегалиналар болды. Салтанат Бегалина, Әлия Бегалина солар сабақ берді. Михаил Плешевцев деген трудтан берді. Өз труд кабинеті бар. Тап-таза ұстайтын, өте таза кісі болған. Дядь Миша деп айтатынбыз. Ал Славка енді ол физкультурадан сабақ берді. Гүлмәрия болды, тоже начальник класқа сабақ берді. Сонымен қатар кейіннен директор болған Исағали Қыдырманович Дәрменбеков. Биология фәнінің мұғалімі Қаңтарбаева Ардақ, начальник класының мұғалімі Қаңтарбаева Ардагүл, орыс тілінің мұғалімі Сайлаугүл Қилыбаева, математикадан орыс класстарына сабақ берген Майра Ахметовна, Жолтай Назарбаевна орыс тілден сабақ берген, Дәмелі ағылшыннан берген, Арын ағылшыннан берген, тағы сол сияқты жастардың енді бәрін мен ұмытыңқырап отырмын. Сондықтан осылардың еске алып жүрейік бәріміз. Өте бәрі еңбектері сіңген адамдар. Мұғалімдер, бастауыш сынып мұғалімдері өзімнің анам, Нұржамал Әбдірахмановна, Камида апай, Сағынбала апай сияқты білікті ұстаздар болатын. Өздері бір-бірімен тату, бір-бірімен араласып, қалжыңдасып жүретін. Көбінекей біздің үйге барып, анамыздың дайындаған асуын ішіп кеткенде тәуір бөгетін. Қарлыға Сарқытбекова, Зылиха Нұғманова алғашқы ұстаздық жолдарына осы кісілерден тәлім тәрбие алып бастаған. Тұрсынбай әкемізбен Гүлбан анамыз үшін мектеп жай ғана жұмыс орны емес, өмірінің мәні, жүрек қалауымен таңдалған қасиетті мекен еді.
Олар өмірлерінің соңына дейін білім ордасынан қол үзбей жас ұрпаққа шамшырақ бола білді. Қоңырау үні, бала күлкісі, тақта мен бордың иісі олардың ғұмырмен біте қайнасқан ұғымдар болды. Бұл қос ұстаздың өмір жолы бір адамның ғана емес, тұтас бір ұрпақтың тағдырына әсер етті. Тұрсынбай әкеміздің әділдігі мен талапшылдығы талай шәкірттің бойына жауапкершілік пен адалдық дарытса, Гүлбан анамыздың мейірімі мен сабыры бала жүрегіне білімге деген сүйіспеншілікті ұялатты. Менің кіші нағашы атам Туғанбаев Тұрсынбай, апамыз Әкімбекова Гүлбану өте кеңпейіл адамдар болған. Менің балалық тәрбием сол ата апамның қолында 1976 жылы Қоңыр орта мектебіне бірінші сыныпқа Ғабиден кенже балалармен мектеп табалдырығын бірге аттадық. Алғашқы ұстазымыз Галина Юрьевна болған. Кенеттен оғысы ауырып, бізге Көркен Естемес қызы класс жетекші болды. Мектепті 1986 жылы бітіріп, Талдықорған құрылыс техникумына түсіп, сол атамның үйінен Совет армиясы қатарына алындым. Олар әр оқушыны өз баласындай көріп, тек әріп танытып қана қоймай, адам болудың мәнін үйретті. Ұстаздық олар үшін атақ не марапат емес, елге қызмет етудің ең биік жолы болды. Сондықтан да арттарында қалған іс асқақ атақтан да, биік лауазымнан да қымбат. Бұл ғұмыр адал еңбекпен, таза ниетпен өрілген өнегелі өмір. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын деген жақсы бір тәмсіл бар. Сондай жақсы адамдар Тұрсынбай әкеміз бен Гүлбан анамыздың есімі ел жадында ұстаздықтың, адамгершіліктің, ұрпақ тәрбиесіне арналған қасиетті қызметтің символы болып мәңгі сақталады. Сол сіңірген еңбегі үшін ол кісіге қазақ СССР-ның еңбегі сіңірген құрметті мұғалімі атағына ұсынылып, сол атағын алады. Бұл енді ол кезде қазақ СССР-ның дегеннен де өте жоғары, онда білім министрлігіне қарамайды. Білім министрлігінің несі емес, Қазақ СССР-ның артынан алынған аудандағы кейінгі жерде сол жиналыстарда барлығында аудандық билерде алғыс кеңесінде де сол президиумда отыратын құрметті азаматы деп. Мектепте мен бұл кісімен бірге сол мен мектептің тәрбие жөніндегі орынбасары болып істедім, мектеп директорының. Ол кісі оқу тәрбие жөніндегі орынбасары болды. Енді ол кісі біз өзі негізінен бірінші Шавжанов Бала Тұрсын деген кісі болды. Ол кісі де оқу тәрбие жөніндегі Тұрсынбай аға бастауыш класстардың несі. Ол кезде мектеп өте үлкен, 600-ден астам оқушы мектепте оқыды. Мен осындай үлкен коллективте ол кісімен бірге жұмыс жасадым. Шыңбұлақтан басталған бір ғұмыр елге қызмет етумен мәңге толды. Соғыста ерлік танытқан, бейбіт күнде ұстаздықты ту еткен бұл тағдыр жай ғана өмір жолы емес, халыққа арналған адал қызметтің айқын үлгісі болды. Бастауыш сынып оқу білім меңгерушісі болып қызмет атқарды. Бастауыш сынып мұғалімдерінің жазып келген жоспарларын тексеріп, мақтайтынын мақтап, қосатынын қосып жататын. Түнде саяси сабаққа әзірленетін, ол кісінің оқымайтын газеті болмайтын. Бір номері кем болса бәрімізбенен араздасып қалатын.
түнімен жүгіріп жүріп сол саяси сабақты дайындап келесі күні коммунистерге саяси сабақ өткізетін. Гүлбан шешеміздің енді бұл кісілер енді шыққан жағы мына Арғын руының мына несі Баянауыл жақтың тараған ғой бұл кісілер. Содан мен де өзім бұл кісі кейін мына бұл кісі аталары асыра бағанда жаңа ағаларымен мына жақта тұрған кейін. Содан ана кісілер енді ана Баянауыл жақта қалып, бұл кісілер енді хабар ошарсыз бірін-бірі білмей кеткен көздері де болған әже. Даже енді асыра баған бала енді ол кезде жетпейді ғой әлгі. Ондай әлі кім асырады соның қолында, онымен кейін жағы менің Гүлнар әпкем бұл кісілерді тауып сол жағы Баянауылда. Өзі сол кісілермен кездесіп, оны кейін мен де естіп сондай шешем жағынан ағаш апамыз бар екен сондай әлгі деп. Сол жаққа іздеп барып, сол кісілердің әлгі кейінгі әлгі тағы қасындағы бұл кісінің әлгі бұл кісіден сіңлілері болды тағы да. Тағы екі сіңлісі. Алғатай тәте болды, Ескен тәтелер болды. Күміс тәте мына үш сіңлісі. Сол енді солардікіне барып, мен сол жерде солардың үйінде жатып, олармен танысып сондай. Өте жақсы не алған, әсер алған сол кісілерден де енді. Өте жақсы кісілер екен, сондай Бірлік деген ауылда тұрады екен. Күміс тәтеміз енді. Солармен енді бөлелеріміз мінекей қазір Құдайға шүкір бәрі бізді содан көріп, аман есен бәрі жақсы қызметте бәрі. Солармен бізден әлі хабарласып осындай немен біріміз сөйлесіп осындай жақсы жағдайдамыз. Сол арқылы мен бәрін білемін. Ұстазға айналған бұл тағдыр саналы ғұмырын жас ұрпақтың болашағына арнап, білім мен тәрбие арқылы елдің ертеңін қалыптастырды. Әкеміз енді өте сондай ер мінезді, ақ көңіл сондай, өте жақсы азамат болды енді. Бізді кішкентайымыздан сондай жақсы әкем, көкем деп сондай неге жақсы тәрбиелерін берді. Оқу мәселесіне келгенде қатал болды енді. Бізді оқытқан кезде кішкентай күнімізде стөлдің басына отырғызып қойып әлгі мынаны оқы дейді. Біз кішкентай күніміз ол кезде ауылда свет жоқ, шам жанып тұрады. Стөлдің басында отырғызып қойып оқытатын сол кезде. Қатал болған о жағынан. Бұлай енді әкелік қамқорлығы өте жақсы болған ол кісінің. Жақсы тәрбиесін беріп сондай кішкентай күнімізде несі о жағынан енді әкем көкем деп сондай не берген адам енді. Шешемізде екеуі, шешемізде сол школда бірге сабақ берді екеуі. Сонда сол кезде ол кісінің де сондай мейірімділігі керемет болды енді. Сондай бізге деген енді бүткіл неше түрлі әлгі қалаған нелерімізді өзінің енді ол кезде әлгі табынан пісіреді, анау мынау бауырсақ пісіреді. Сондай кездерде сондай нелері өте жағымды заттар жасайтын енді. Гүлбан апамыз жасаған тағамдары, пісірген нандары әлі де дәмі аузымыздан кетпейді. Көршілері Ешімқаметов, Қожақмет пен Тыныштық тәте, Оразбаев Шапай мен Зейнеп тәте, Құралсын аға мен Раушан тәте, Штауып Шурка мен Дина тәте, Сыдықов Қалқа менен Гүлбану тәте, Құлахметов Қожағұл ата мен Зүлпия апамыз, Балмашев Нәби мен Серік тәтеміз, Бабаев Қадырхан мен Бисара тәтеміз, Ақан аға Сәкен тәтелермен өте жақсы қарым қатынаста болды. Бұл кісілер енді ауылдың сыйлы азаматтары болды. Әкеміз бен шешеміз. Сол кезде ауыл адамдары бәрі біздің әкемізді енді атын атамайтын ол кезде. Түке дейтін бәрі ауылдағылар. Шешеміз де сол әлгі бүткіл ол кезде сепаратор деген машине бар. Сол жерде біздің нені қойып қойып ана кілет дейді, кілеттің ішінде отырып бәрі
ауылдың үлкен кісілері бәрі шешеміз сепаратормен сүтін тартады, бәрі отырып соны тартып, бәрі әңгімелесіп, шайларын ішіп, сондай керемет енді. Жақсы не болды енді семьямызда. Артында қалғаны атақ қана емес, адамдықтың, әділдіктің, еңбектің өлмес ізі. Тұрсынбай атам әр кезде бір сапардан немесе қонақтан келгенде үйдің табалдырығын аттағанда өз үйім Кеңсарайдай боз үйім деп айтушы еді. Соның мағынасын кейінде түсіндік. Мектепте сабақ беріп жүріп, атамыз колхоз коммунистеріне аптасына бір рет колхоз клубында саяси сабақ өткізетін. Атамның жұмыс столында газет, журнал қат-қатымен тұратын. Социалистік Қазақстан, Комсомольский правда, Қазақстан әйелдері деген журналдар толы болатын. Алдағы заманда шопыр, тракторист, керек маман болады деуші еді. Мейлің бастық бол, жоғарғы білімді. Сол машина мен тракторды айдай алатындай болыңдар деуші еді бізге. Бұл бір әулеттің ғана емес, тұтас бір ұрпақтың жадында сақталатын мәңгілік өнеге. Мына енді мінекей менің әкемізден қараған ұрпақтары қалған, енді 11 ұрпақтың 7-еуі қалды, соның ішінде 4 қыз, 3 ұл болып қалдық енді. Содан енді үлкеніміз әлгі Туғанбаев Марат. Марат белсенді колхоздың жұмысшысы болды, сол механизатор мықты. 1946 жыл туған. Бұл ағамыз дегенде осы мінекей осы Қоңыр ауылына еңбегі сіңіп, мінекей бүткіл мына Қоңыр ауылында сондай қолы шебер адам болды. Бұл енді мына техника жағынан. Сол бүткіл нелердің осы ауылдың мына механизаторлары, мына шоферлары, мына кім деген бұнда Берліғожа аға, Бұрғанбай аға деген, оның ішінде мынандай тағы Қажмұқан аға, тағы да кімна кейінгі жас шоферлар арамызда жүрген. Өзіміздің ана Қалқа ағамыздың Советте сол кезде машинелер айдап жүрді. Сол кезде солардың бәрінің әлгі бүткіл колхоздың енді қандай қиын әлгі мына техникалардың әлгі тракторы болсын, машинелері болсын, солардың бәрінің мына моторларын сол кісіге не қойғызатын ғой, диагноз. Бәрін бұл несін әлгі дауысынан естіп айтып, сондай керемет қызмет атқарды. Бұл жерде ол механик те болды, завгар да болып істеді. Мына неге барып, мына өзіміздің мына Қояндыға барып, сол жерде механиктігімен бүткіл әлгі нелерді апарып, ауылдың азаматтарына шөп жима науқанына қатыстырып, соның ішінде өзіміз де қатыстық. Ол кезде жаспыз енді, сол кезде тракторын да айдадық, әлгі ДТ-20 деген тракторлер бар. Марат бауырымыздың енді жолдасы ұлтуған жеңгеміз енді. Ол кісі сол Қоңырдағы Малдыбай атамыздың қызы болған енді. Гүлнар әпкеміз енді осы мектепте оқып жүргеннен сондай әлгі кішкентай күнімізден сондай өзі оқуға зерек енді, көп оқитын енді сондай әпкеміз еді енді. Ол әпкеміз енді кезінде біз кішкентай күнімізде сол енді біз шығып әлгі ауылда әлгі жүгіріп бәріміз ойнап енді. Одан кейінгі әпкеміз Гүлдана, ол енді кішкене бізбен бірге ойнап бәріміз етіп кететінбіз. Керім ағалар тұрды онда ауылда, соның Уәзила деген қызы болды. Мына кімнің әлгі Нұршөкен деген Бекін ағалардың Зейнеп апаның қызы. Солар бәрі осы Қоңыр ауылында тұрғанда бәріміз бірге ойнап сондай не болғанбыз. Сол кезде Гүлнар әпкеміз бұл шыққандай әлгі
ойын дегенді білмейтін бұл енді. Бұл енді ылғи сол үй шаруасымен араласып, әлгі үйді жинап, сондай кішкентайынан кітап оқып, біз келгенде сол енді бізге сол әлгі бір ертегілерді оқып, соның әңгімелерін айтып, аузымызды ашып, бетіне қарап отыратын біз соның әңгімелерін тыңдап, қызықтап. Содан енді бұл Гүлнар тәтеміз енді кейіннен Алматыға барып, жаңағы менің нағашыларымның қолында тұрып, Алматыдан оқуын бітіріп, сол жерде Политехнический институттың инженер-экономист деген факультетін бітіріп, сол ары қарата қызметін сол Алматыда жалғастырды. Бірге оқыған сол жерде Еркін деген жездеміз екеуі үйленіп, сол жерде екеуінен тараған енді бір ұл бір қыз енді Гүлдан әпкеміз де енді осы сол енді Тастыбұлақтан бастап әкеміздің қолынан оқыды да, ол кішкентай кезінен сол жаңа айттым ғой енді бірге бәріміз Нұршөкен бәріміз бірге ойнап, бірге жүгіріп, сол Тастыбұлақтың топырағында өсіп, кейін мына Қоңырға ауыл бірігіп, үлкен ауыл болғасын, сол жерден келіп оқуын жалғастырды бұл әпкеміз де. Сол жерде 10 класын өзі осы Қоңыр ауылында бітіріп шықты. Ол әпкеміз енді осы мектепте біраз қызметтер атқарды, осында библиотекар болып істеді, сондай жұмыстарын атқарды осы мектептің. Содан әлгі осы ауылдан шыққан Өмірбеков Жамантай деген жігітке үйленіп, осы одан да бірнеше бала ұрпақ қалтырып, қазір бәрі осы кейіннен мен осы Қарабұлаққа кетіп тұратын болғасын кейіннен сол жерге көшіп келіп, қарындасым ол Жанар деген қарындасым бар, кішісі бұл енді солда бұлда енді Тастыбұлақ ауылында дүниеге келді 65-ші жылы. Сол жерден енді бұл енді кейіннен Қоңыр ауылында оқыды бұл енді Жанар. Мен Тастыбұлақ ауылын енді ол білетін шығар, бірақ енді ол енді кішірек болды. Сол кезде жаңағы әлгі оның ауылындағы Берік деген ініміз болған, ол енді дүниеден өтіп кетті ғой. Сол әлгі есіме түсетті әлі, сол әлгі жетектеп әлгі жаңағы айтқан шапасының қасына барып сөйтіп, сондай солардың несімен көршілермен бәрінен жетектеп анаған апарып, мынаған апарып, сондай жақсы бала еді, енді ол дүниеден өтіп кетті. Сонымен Жанар қарындасымыз да кейін мына Қоңырда осы мектепте оқып, осы қазіргі мына ағай апайларынан сол бұрынғы әлгі сол жерде оқуын бітіріп, аман есен сол ол да кейінгі жағдайлармен мына Талдықорғаннан келіп енді оқып, медучилищесін бітіріп, содан мына Қарабұлақтың мына больницасында инфекционный отделдің медсестрасы болып жұмыстар атқарып, сонымен осы мына өзіміз жақтың бір жігітіне танысып, үйленіп, сонымен Алматыға көшіп барып, жаңағы мынандай кейінгі әлгі жағдайда мына адамдардың бәрі ары бері көшіп жүрген уақыт бойы кейін болған. Сол кезде Алматыдан барып, сол жерде мына Алматының мына несіне кіріп, жаңағы АПК деген. Менің жағы Гүлнар әпкем сол жерде АПК-да не жұмысын атқарды, бұл мынандай әлгі отдел кадрдың жұмысын атқарды. Енді содан енді бұл да енді сол бағытты өзіне таңдап, сол АПК-ға жұмысқа кіріп, сол жерде өздеріне шағын үй сап алып, соны екі ұлдары бар, Шыңғыс, Әлишер деген, сол ұлдары да үлкен жігіттер болып, енді солардың қасында сол қызметін атқарып, енді сондай жағдайда Алматыда тұрып жатыр. Енді мына әкеміз бен шешеміздің кенже ұлы мінекей 1960
49 жылы туған Ғабиден деген бауырымыз. Бұл енді осы Қоңыр ауылында туды бұл бала енді. Содан енді осы әкеміз бен шешеміздің тәрбиесін алып осына жаңағы біздің әпкеміз Рысқайша тәте Қызайбай деген жездеміз со Алтай екеуі осы әкеміздің қолында 10 жылға шейін бірге сол екеу оқуларын осы жерде оқу бітіріп, Ғабиден сонымен Алтай екеуі де армияға кетті. Ғабиден де армиядан келген соң бұл енді осы неде жұмыс жасады. Мына Қарабұлақта мен тұрғалы менің қолымда кеп осы сахарный заводқа кеп сол жерде қызмет атқарды. Содан енді бұл бала енді осы жақта үйленіп, осы жерде өзінің енді жанұясы болды. Шешем де кейінгі жағдайға байланысты осы жерде сол баланың мен бірге тұрды. Үлкен үй өзінше. Сол кенже баламен тұрады ғой қазақта. Сонымен бірге тұрған енді. Қалған екі бала, міне бір ұл бір қызы. Біреуінің аты Медина, біреуінің аты Әмір. Келіншегінің аты Динара деген мына осы Сарқанның ауылының қызы болған. Сол екеуі осы жерде үйленіп, осы ұрпақтарын өсіріп екеуі сондай жағдай болды. Мен осы жанұядағы 4-ші бала болдым. Одан мына 10 жылдықты енді осы Қоңыр ауылынан бітіріп, ол жерде класс жетекшілеріміз Саламатова Майке бала, Қилыбаева Сайлаugүл, сол кісілер біздің класс жетекшілеріміз болды. Енді осы мектепті бітірген соң енді осы неге осы Қапал ауданының военкоматынан 1972 жылы неге армияға алып кетті. Сол жерде мен енді өзіміздің командамыз бойынша неге түстім, мына Владивосток қаласына болып, сол жерден Тихоокеанский флот деген морфлотқа түсіп, сол жерде ең алғашында бізді әлгі деген Русский остров деген аралға алып келді. Сол жерде 6 ай бізді дайындалды, сол жерде оқытты. Ол жерде сол жерден мен әлгі торпедист деген мамандық алдым. Одан кейін енді қарындасымыз мынау Туғанбаева Сайра мына. Ол енді Сайра қарындасымыз енді бұл кішкентай күнінен жаңағы айтқанша деген біздің әпкеміз болған. Бұл енді Тастылыбақ ауылында бұл кісі сондай ауыл өміріне белсенді қатысып, мынандай еңбегіне агроном қызметін атқарып, сол жерде сондай еркектер, ер адамдардың қызметін жасады бұл кісі. Енді ат үстінде жүрді. Жаңағыдай әлгі сондай ерен еңбектерімен Ленин орденімен наградталды бұл кісі. Содан кейін әлгі біздің шешеміз әлгі босанған кезде сол бұл кісілер енді ол кезде не болған ғой, енді үлкендердің айтқан сөзін тыңдаған болған ол кезде. Біздің ана Жақия әжеміз не айтса соны ол кісілер қандай да орындаған, қарсы тұрмаған. Содан бұл қыздарын кішкентай күнінде жаңағы кімнің айтқанша әкеміздің бауырына сабалған сол жерде. Сол кісі бағып өсіріп, сол Сайрада қазір енді мына неге кейіннен оқу бітіріп, Алматыдан мына торговый техникумды бітіріп, сонымен бұл да өте мынандай неге қызметке араласты. Бұл әлгі мынандай зав столовой деген сондай әлгі сондай жұмыстармен аралас. Кейін мына неде мына Завет техникумында Талдықорғанның мына тағы да бәленбай мына қалада неше түрлі әлгі шаруашылықтар нелер болған. Бұл жерде ырсу деген сондай хозяйстволар. Мен істедім мына индустриальный техникумнан деген автодорожный
училище деген болған. Сол жерде бұл кісі бұл жерде де завстоловой болып істеді. Өте өзінің еңбегіне өте мықты қарайтын адам болды бұл қарындасымыз. Сол жерде мына автодорожный училищеде мына Сейтбет қалып, Дәулет екенбіз, сол жерде де жұмыс істедік екенбіз, досымыз екенбіз. Дәулетіміз ол жерде де не болып әлгі физрук болып сол училищесінің. Менің өзімді сол жерде, мен жағы мастер болып жүріп, сол жерде теннис жағынан мені тренер қылып та қойды ол жерге. Сол жерде мен де кәдімгідей балаларды соревнованияға апарып, теннистің тренері болып та істедім, мастер болып та істедім. Яғы Сайра қарындасым да сол жерде завстоловой болып істеді. Сонда енді кейін ол Сайра қарындасымызда өзінің бұның да енді жалғыз қызы бар енді. Ол қызы да тұрмысқа шығып, содан енді 2 немересі бар енді. Ауылдан 300 адам ел қорғауға аттанып кетті. Сол соғыстың қиын кезінде Қызыл Жұлдыз колхозының басшысы Жанысбеков Диханбай, Қақабай Барғынбай өз қаражаттарына жеңіс үшін деп 2 танкіге қаржыларын жиып өкіметке өткізген. Сол үшін Сталиннен алғыс хат алған болатын. 1942-45 жылдары ауылдан ел қорғауға Мұратбеков Сапарғали, Баймұханов Дінәш, Қожахметов Кәкімбай, Беков Айғали, Күдербаев Егеубек, Арғынбаев Зәлел, Күмісбеков Қамза, Бейсенбаев Мұхаммедәлі, Қаңтарбаев Тәңірберген, Ахметжанов Шабанбай, Өмеев Сәулебек, Құтымов Оразбай, Керейбаев Кенжебек, Өскенбаев Бәубек және тағы көптеген азаматтар ел қорғауға аттанды. Майданда олар ел үшін ерлікпен күресіп, Москваны қорғауда, Сталинград майданында, Украина, Днепр, Харьков, Польша, Варшава, Будапешт қалаларын азат етіп, Берлин қаласына жеңіспен жеткен. Мен Қоңыр орта мектебінің 11-ші А сынып оқушысы Елубек Айсұлумын. Менің атам Каримов Елубек 1925 жылы 9 қаңтарда Семей облысы Бесқарағай ауданы Теректі ауылында дүниеге келген. 1943 жылы 29 мамырда Ақтөбе қалалық комиссариаты арқылы әскерге шақырылады. Саратов қаласындағы 6 айлық курстан өтіп, 3-ші санаттағы радист мамандығын алып шығады. 1944 жылдың басынан майданға қатысады. Алғашында 1-ші Беларусь майданында Латвия, Литвия, Эстония, Белоруссия мемлекеттерін неміс басқыншыларынан азат етіп Германияға дейін барады. Рақымжан Қошқарбаев Рейхстагқа ту тіккен кезінде сол алаңда болып, Рейхстаг қабырғаларына аттарын жазғандардың бірі. Анық біледі, ол кісі кезде атқару комитеті төрағасы болған деп. Соны айтып берейік, сосын ата-бабаларымыз. Бұл ескерткіш 1985 жылы Ұлы Отан соғысының 40 жылдығы қарсаңында басталып салынды. Сол уақытта берілді. Бұл негізінен халықтың әрбір осы Қоңыр ауылында тұрған отбасының адамдары өздері ақша шығарып, сол ақшаның менен осы салынды. Осы жерден кеткен ағаларымызды, әкелерімізді, бауырларымызды есімізде әр уақытта сақтап жүруге, гүл шоғымызды қоюға орталықтан бір ескерткіш қояйық. Соған ұйымдастырыңыздар, біз сіздерді қолдаймыз. Оны осы 40 жылдық қарсаңында іске берейік, асырып деп. Сонан кейін біз жаңағы жинап колхоздың бастығы Әлсейітов Бақыт Шелкенұлы, парторг совхозы Қилыбаев Берік болған. Сол бәріміз жаңағы есептеп, мына жердегі мына құрылыс негізгі жұмыстарын колхоз мойнына алды түгел. Жаңағы сементін әкеліп, құмын әкеліп, мына орнын дайындалды. Мына халықтың өзі құйды осы нелер. Тек қана мен жаңа Талдықорғаннан мүсінші тауып, ол мүсіншіні алып келіп,
келісіп осы жерде жатқызып мынаны ескерткішті құйып жасап сол 40 жылдықтың қарсаңында 9 майға қарсы берді. Сол кезде жаңағы салтанатты ашылуына аудандық әскери комиссариатының бастығы Молошенко деген кісі болған, сол кісі келіп қатысты. Сонымен өзіміз жаңағы мен Берік Парторг, Алсейітов колхоздың бастығы енді негізгі. Сонымен ашылды. Жалпы тізімде 147 адам. Бірақ бұл список, соған дейін тек мектептің ішінде бұрыш қана болып тұратын. Сол бұрыш балаларға соларды айтып түсіндіретін. Енді мына жерде жалпы халық сол мереке күні, 9 май мерекесі күні ұрпақтары, осылағы кісілердің ұрпақтары өздерінің балаларын алып келді. Мынау атамыздың несі ескерткіш, біздің атамыз Ұлы Отан соғысына қатысқан, біздің жарқын болашағымыз үшін деп. Бұл жерде енді соғыстан қайтпай қалған ауылдас аталарымыз, сол кісілерге қойылған естелік. Бұл жерде соғысқа 41-42 жылдары кеткен кісілер. Бұл жерден айта кетсек, Мұсафиров Жаркейіз, ол кісі 42 жылы соғысқа кеткен. Осы ауылдан, содан Ақтасты ауылынан, содан ол кісінің сүйегі сол Белоруссия жерінде қалған. Бүгінде біз міне ауылымыздағы соны 1941-1945 жылдар аралығында соғысқа барып, сол соғыста жанкешті соғысып, кейін ауылымызға қайтып кеп, еңбек істеген, осы ауылымыздың көркеюіне үлес қосқан аталарымызға арналған ескерткіштің алдында тұрмыз. Сол аталарымызды атап өтетін болсақ, оның ішінде Күмісбеков Хамза атамыз бар, Сексенбаев Байтүкен атамыз бар. Осы соғыстан қайтып кеп осы жерге осы ауылдың құрылыс саласында үлкен еңбек қосқан. Және айтатын болсақ, Туғанбаев Тұрсынбай атамыз осы жерге соғыстан кейін қайтып кеп, осы бүткіл Қапал ауданы бойынша Қазақ СССР-інің еңбек жаңағы марапатын алған жалғыз мұғалім, еңбек еткен. Және де осы ауылымыздағы қызмет еткен соғыс ардагерлерінің бірі ол Кәкімбай ағамыз ұстаздық қылған. Және тағысын айтатын болсақ, ол Каримов Елубек Кәрімұлы аталарымыз. Осы міне осы аталарымыз және басқа да аталарымыз соғыстан кейін қайтып кеп, осы ауылдың көркеюіне, өсіп өнуіне үлкен үлестерін қосты. Кейін Қадырбек Молдахан деген кісі болды. Ол кісі де сол колхоздың бастығының орынбасары. Ол кісінің де колхозды өркендетуге өзінің қосқан үлкен үлесі бар. Енді бұл адамдардың көбісі сондай жұмыстар жасады. Енді бәрін мен айтып, тізіп 88 адам тауысында қылым. 88 адам. 2 күн керек, Бірақ аға мен өзімнің әкемде осында. Ол кісі жаңағыдай Қызыл Ту ордені бар. Соғыстан кейін келіп, жаңағы мал шаруашылығына үлесін қосты. Жаңағы зат фермесі болды. Одан кейін сиыр да бақты. Бәрі өзінің үлестерін қосты ғой енді. Қазір мына жерде әйсен стол болған. Мына жерде. Осы жерде стол болған. Ал мына жерде ненің стол болған. Осы мына жерде отыратын суреті бар оқысын осы біздермен еткенде. Мектепте кәдімгі қабырға газетін шығардық ол кісіге арнап. Сол қабырға газетін жарқын бейнеңіз ұмытылмайды деген мақаланың барлығын жаңағы сөйірдегі әріптестері жазды ғой енді, өздеріне есте қалатындарын. Сол әріптестерімнің барлығы айтқан сөздерін мен мұнда өзімнің кәдімгі қолымменен жазған, кішкене көрінбей жатыр екен, енді талай уақыт өтті ғой.
Содан кейін мынандай бір жолдар жазғам өзімде. Бұл туралы жаңағы өмірден өткен кезде бүкіл коллектив осындай қабырға газетін шығарғанбыз. Мысалы, жарқын бейнеңіз еш уақыт ұмытылмайды деген мақала, көңіл айтамыз деген, топырағыңыз торқа болсын, аяулы аға, абзал ұстаз деп бүкіл оқушылар, коллектив сол жаңағы адам мектеп мұғалімдерінің берген мақалаларын мен осы газетке шығарғанмын. Мына менің де бір ауыз сөзім бар. Ағайдың жүзіне мейірімді, күлкі арылмаушы еді. Орынды, әділ қалжың менен жүрегімізді жылытып, көңілімізді жадыратып отыратын еді. Сізге қарап өмірге қызығушы едім. Мен мысалы осы іске қарап өмірге қызығамын деп жазып қойыппын өзім бір-екі ауыз сөзбен. Және де Гүлбан тәтені қосып айту керек, себебі екеуі бірге өмір сүрді, ол кісі де ұстаз болды. Міне Гүлбан тәтеміз енді жастау кезінде ғой бұл кісі. Мектепке кірерде мектептен шығарда біз өзіміз сондай қамқоршы адамдармыз. Ол кісіні шығарып, қарсы алып сөйтетінбіз. Өте керемет, бір адамға бір жамандығы жоқ, ешқандай ашуланбайтын, балаларды да сондай тәрбиеледі. Ол кісіден шыққан оқушылардың бәрі де өте тымпиып отыратын класстарында. Қашан барсаң, мен де жаңағы зауыч болып істедім ғой енді, ол жерде оқушының меңгерушісі болып. Сонда қашан барсаң, класстар тып-тыныш отырады. Барлығы осы кісінің жаңағы аузына қарап отыратын балалары. Шыққан кезде солай үйреткен ол кісі. Шуламай шығады балалары. Ақырын ғана басып, шетінен шығады да, сәлеметсіз кездескен адамдармен амандасып, қайтадан кіргенде де бір класста бір бала жоқ сияқты, келіп тып-тыныш отыра қалатын. Бұл кісінің де жаңағы топырағы торқа, жаны жәннатта болып, аман есен сол ненің қызығын көрсін, о дүниенің қызығын көрсін деп. Неше баланың атасы, анасы болды екеуі, ол балалардың бәрі өмірден орын тауып, барлығы өздерінің арман мақсаттарыменен оқу бітіріп, жұмыс істеп жатыр. Қазір жақсы азаматтар, азаматшалар болды, қыздары да, ұлдары да оқыттым мен, математикадан сабақ бердім. Сондықтан бұл кісіні әр уақытта есімізден шығармаймыз. Туғанбаев Тұрсынбай ағайдың топырағы торқа, жаны жәннатта болып, о дүниенің қызығын көрсін. Шын жүректен мен ол кісіні жақсы көрдім. Әкем ретінде, басшым ретінде, жаңағы басшы ретінде және әріптес ретінде. Ол кісінің аты еш уақыт ұмытылмайды. Осындай тарихи дерек фильм түсіріп, дәрістеп жүрген бауырымыз, жерлесіміз Нұрланға творчестволық табыс, ұзақ ғұмыр тілегім келеді. Рахмет бауырым, аман есен бол. Осындай жақсы бастаманы ізгі ниетпен бастап жалғастырып отырған Нұрлан інімізге үлкен рахмет біріншіден. Екіншіден, бұл естеліктер тарих ретінде ертең болашақ ұрпақтарымызға жақсылығын беретін өсиеттер, Алланың ризашылығымен жүректеріне иман нұрын толтырсын. Осы естеліктерімізді зейін қойып тыңдаған ауылдастарымызға үлкен ризашылығымызды білдіремін. Өмір өткінші, ал адалдық мәңгі. Тұрсынбай Туғанбайұлы мен Гүлбан ананың ғұмыры лауазыммен емес, адамдықпен өлшенді. Олар елге қызмет етуді биік мінберден емес, мектеп табалдырығынан бастады. Шәкірт жүрегіне себілген білім мен тәрбие олардың ең үлкен жеңісі, ең асыл мұрасы болды. Бұл бір әулеттің ғана емес, бір ұрпақтың жадында сақталатын өнегелі өмір. Адал жолмен жүріп, арлы ғұмыр кешкен жандардың ізі ешқашан өшпейді.